сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тіл сабағы 40-шы сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз мәтін. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда дейді. Жапалақ. Түнде жапалақ пен үкіден артық көретін аң құс жоқ. Көздері ерекше үлкен. Болмашы жарықтың өзі олардың назарынан тыс қалмайды. Көздеріне күн сәулесі тым жарық әрі жайсыз. Сондықтан бұл құстар күндіз тығылып жатады. Түнде жем аулайтын жапалаққа құлағының тигізер көмегі көп. Жалпақ дыбыс арқылы жемінің қайда тұрғанын біле қояды. Негеш энциклопедиясынан. Мәтін не туралы айтылған екен балалар? Жапалақ неге түнде ұшады? Түнде ұшатын тағы қандай құстарды білесіңдер? Осы сұрақтарға жауап беріңдер. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Жапалақтардың есту қабілеті өте жоғары. Олар алыстан жақсы көреді. Үшінші жаттығу. Өлеңде жұмбақталған құсты тауып айт. Жайнаған бақтың әншісі, тамсанған оған сан кісі. Сайраудан бір талмайды, әнші құс бал таңдайлы. Жауабы бұл екен балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға жазылуды ұмытпаңдар.